Так, бүгінгі сабағымыз не болады? Оформление аккаунта деген. Оформление аккаунта. Короче, мынадан бастаймыз ғой. Бірінші фотодан бастаймыз. Қандай фото қоямыз? Өзіңіздің фотоңыз болу керек. Обязательно, егер компания сондай бірдеңе болса, логотип қоясыңдар. Или өзіңіздің фотосын қоясыңдар. Мысалы, поварсыңдар ма, бастарың ана повардың шапкасын киіп, фартугын киіп, солай түсесіңдер. Сосын имя дегенге, мысалы, поискпен сендерді қалай іздеуі мүмкін. Соны ойлаңыздар да. Мені поискпен қалай іздейді. Мысалы, ремонт істейсіңдер ма? Ремонт, под ключ, Ақтау. Киім сатасыңдар ма? Женская одежда, Алматы. Оптом сатасыңдар ма? Оптом, женская одежда, Алматы. Солай, достар, әркім өзінің темасына қарап, сендерді поискпен қалай іздейді, дәл солай жазасыңдар. Егер мысалы женская одежда десеңдер, онда көп та женская одежда. Аттарыңды жазсаңдар болады ізіне. Женская одежда, мысалы, кім? Айнұр ма? Короче, солай жазасыңдар. Түсіндік қой да, достар, имя дегенге солай жазамыз. Ник дегенге қысқа қылып жазасыңдар, ағылшын әріппен ник деген. Сендерде жаңа деп тұр, усер бірдеңе деп тұрған шығар. Сол жерге мынандай собачка, өздеріңіз мысалы женская одежда болса, одежда Назира деп сондай қылып қысқа қылып қоясыңдар. Бірақ айтайын, никпен ешкім іздемейді сендерді. Никпен көп адам іздемейді. Так, сосын ссылка қоямыз, WhatsApp ссылка обязательно қоямыз, чтобы ертең бір видеоларын атып кеткен кезде қалай заказ береміз, анау деп комментарийге нөмір жазуға болмайды, нөмір жазбайсыңдар. Сол кезде профильге кіріп, сендердің WhatsApp ссылкаңызға кіре алу керек қой, достар. Ссылканы қалай қоятынын мен көрсетемін бұйырса, или маған жазыңыздар. Мен қазір видео салмасам, ол жайлы маған жазыңыздар. Короче, WhatsAppқа ссылка қойын деймін, қалай қоямыз деп маған жазыңыздар, мен көрсетемін. Описание жазамыз, сосын описание өзіңіздің товар жайлы жазамыз. Опытыңыз болса, сол жерге опытыңыз жазасыздар. Сұрақтар болса, деп стрелка қойып қоясыздар, или смайлик қойып қоясыздар. Менікін қараңыздар, мына жерде жоғарыда фото қойдым ғой, соны қараңыздар, сондай смайлик қойып, WhatsAppқа басатындай қылып қоясыздар. Түсінікті ғой, достар. Осыны істейміз да, скрин жасап, маған жібереміз WhatsAppқа. Егер дұрыстайтын жер болса, мен өзім дұрыстап айтатын боламын. Давайте келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.